Светно қосасың ба мында? Хотя нормально. Светно қосасың. Басталды. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, құрметті желі қолданушылары, Маңғыстау облысының қоғамдық коммуникация орталығының жаңа жобасы ашық әкімдік Әсем Сақбаевамен. Бүгінгі қонағымыз Қаныбек Жұмашев. Жұмашев Қаныбек Бекболатұлы Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары. Денсаулық сақтау, білім, ішкі саясат, мәдени әлеуметтік, жастар ісі, мемлекеттік тіл және тағы да басқа салаларға жауапты орынбасары. Первый гость проекта «Открытая кремация Әсем Сақбаева» Қаныбек Жұмашев. Жұмашев Қаныбек Бекболатович, заместитель акима Мангистауской области. Заместитель по вопросам здравоохранения, образования, внутренней политики, культурно-социальным вопросам, по делам молодежи и государственному языку. Спорт. Және спорт. Тікелей эфирге қосылып, сұрақ қою мүмкіндігін өткізіп алмаңыздар. Не пропустите возможность подключиться к прямому эфиру и задать вопросы. Қаныбек Бекболатұлы, қош келдіңіз. Алдымен алғашқы сауал, өзіңіз басшылық ететін білім саласына қатысты. Санаулы күндерден соң жаңа оқу жылы басталды. Кездесу мүмкіндігін жасағаныңызға алғыс білдіреміз. Жалпы қазіргі алдағы уақыттағы ең өзекті, ең маңызды мәселелердің бірі бұл жаңа оқу жылының басталуы болды. Көпшілікке белгілі, өткен оқу жылында 490-да карантиндік шектеулерге байланысты Қазақстан Республикасында барлық оқу орындарында оқу қашықтықта ұйымдастырылды. Қазірде карантиндік шектеулердің созылуына байланысты, сонымен қатар жалпы эпидахуалдың толықтай жақсармауына байланысты президенттің тапсырмасына сәйкес үкіметтік мемлекеттік комиссияның шешімімен қашықтан оқыту жөнінде шешім қабылданды. Қашықтан оқытудың бір ерекшелігі ата-аналардан көп қолғабыс көмек қажет етеді. Сонымен қатар балаларды әртүрлі компьютерлік техникалық құрал-жабдықтармен қамтамасыз ете білуіміз керек. Биыл барлық орта мектептерге 160 мың 30 оқушы келеді деп есептеп отыр. Былтырғы жылмен салыстырғанда оқушылар саны 11.649 балаға артайып отыр. Биыл жаңа оқу жылында. Әрине олар мектепке келмейді, үйлерінде отырып дәріс алады, дегенмен де оқушылар санының артуы, оның ішінде бірінші сыныпқа келетін оқушылар 200-ге жуық балаға артқан отыр. Бұл мәселе әрине қазіргі орта білім жүйесінде, оның ішінде мектептерге ерекше салмақ салады. Енді бірінші 90-нан кейін біз бұрынғы дәстүрлі оқу форматына көшкенімізде балалардың бәрі сыныпқа, классқа парталарға отырған кезде бұл салмақ салатын сөзсіз. Негізгі біз талдап қарасақ, тек қана бірінші сол 11.600 оқушыға артып отырса, соның тек қана 800-дей бірінші сынып болса, қалған 10.000 астамы бұл әртүрлі класстарға балалардың келіп отырғандығын артты. Бұл Маңғыстау облысына ішкі басқа облыстардан келіп жатқан ішкі қазақстандық миграцияның жалпы 5000-ға жуық класс комплекті болатын болса, кем дегенде әр классқа жаңа оқу жылында жаңадан 2 оқушыдан келіп отырған сөз. Бұл енді бір жағынан Маңғыстау облысы халқының санының артуына әкеледі. Сонымен қатар біз облыстың басқа аймақтардың алдында қызығушылық білдіріп, азаматтардың біздің облыстағы қоныстануының көп болып жатқандығын көрсетеді. Енді оқу процесі қалай басталады? Оқу процесі бұрынғыдай бірінші қыркүйекте білім күнін атап өтумен басталады, онлайн режимінде. Сонан соң Маңғыстау облысында барлық мектептер онлайн режимінде дәріс бастайды. Тек қана бүгінгі таңда 2 мектеп дәстүрлі форматта оқиды деп отырмыз. Бұл Маңғыстау ауданындағы Бекі ауылындағы мектеп, Қарақия ауданында Аққұдық ауылындағы мектеп. Олай деп отқан себебіміз, бұл ауылдарда өкінішке орай қазір интернет байланысы жоқ.
Аудан әкімдері әрине бұл бағытта көптен бері жұмыс жасап жатыр. Ол жерде жаңа 4G форматын қамтитын ұзын қондырғылар қою мәселесі, сосын сол жерге мобильдік телефон операторларын апару, солар арқылы мобильдік байланысты күшейту бағытында жұмыстар атқарылып жатыр. Бірінші қыркүйекке дейін үлгерсе, Биік ауылында да қашықтан оқыту болуы мүмкін. Бірақ бүгінгі таңда біздің есебі бойынша осы екі ауылда кәдімгідей мектеп қабырғасында класста дәрістер жүреді. Оқушы саны аз ғой. Ол жерде оқушылар саны аз. Сондықтан әрине бұл екі мектепте бұрынғы форматта, дәстүрлі форматта дәріс жүрген кезде өте қатаң санитарлық талаптарды қамтамасыз етуге тура келеді. Ол кіреберістен бастап, ол жердегі жаңа санитарлық режим, сонымен қатар әртүрлі санитайзерлардың қойылуы, маскалық режим қатаң сақталатын болады. Сонымен қатар мұғалімдердің де ешқандай аурумен ауырмайтындығы туралы дәлелдемелер болу керек. Осы жағдайдың бәрі қамтамасыз етіліп, осы мектепке дәстүрлі деңгейде, дәстүрлі форматта оқу дәріс процесін бастау жөнінде рұқсат беріледі. Сонан соң ғана бірінші қыркүйектен бастап сабақ басталады. Ал қалған барлық аудандардағы, облыстың барлық қалаларындағы мектептерінде қашықтан оқыту болады. Енді осы қашықтан оқыту қосымша бір айта кететін жағдай, бізде 3 ауысымдық мектептер саны көп қой. Шамамен осы оқу жылын аяқтаған кезде, өткен оқу жылында 18 мектеп 3 ауысымда оқып жатқан. Осы мәселені шешу үшін осы жаңа оқу жылында 7 мектеп іске қосылады. 3 мектеп 1860 орындық. Мұнайлы ауданында, Батыр ауылында, Түпқараған ауданы, Ақшұқыр ауылында, Қарақия ауданы, Жетібай ауылында, сонымен қатар 434 орындық 4 жекеменшік мектеп іске қосылайын отыр. Ақтау қаласында 3 жекеменшік мектеп, Мұнайлы ауданында 1 орындық. Сонда жалпы мектептердің саны 7 бірлікке өседі. Облыс көлемінде. Сонымен қатар жыл соңына дейін тағы да 2 мектеп пайдалануға беріледі. Бұл Ақтау қаласындағы 34-ші шағын аудандағы жаңадан құрылыс салынып жатқан мектеп. Шамамен сол қазан қараша айларында пайдалануға беріледі тұр. Сосын осы жылдың соңына дейін шығыс бір шағын ауданында 300 орындық жаңа мектеп. О да күз-қыс айларында пайдалануға беріледі. Яғни бұл шығыс шағын ауданында тұратын біздің тұрғындар үшін Ақтау қаласының өте қолайлы болған тұр. Осылайша мектептер желісі жыл соңына дейін 9 бірлікке артады. Енді оқу процесінің өзі, мысалы, негізгі білім және ғылым министрлігінің тұжырымдамасы бойынша 2 үлкен бағыт өтеді. Біріншісі теледидар арқылы. Теледидарда негізінен 2 телеканалды толығымен оқу процесіне пайдаланып отыр. Жаңадан ашылатын Әл-Фараби деген канал. Бұл жерде дәрістің бәрі қазақ тілінде жүреді. Мысалы, бастауыш сыныптарына алған бағдарламалар, орта сыныптарға және жоғары сыныптарына алған. Сонымен қатар ел арна телеканалында орыс тілді сыныптар үшін орысша дәрістер жүргізіледі. Бұл үлкен бағыт теледидардың әлеуетін пайдалану. Екінші бағыт бұл әртүрлі білім платформалары бар. Дарын деген, білім лән және тағы да басқа 5-6 платформа Қазақстанда. Сол платформалардың пайдаланып отырып, соның ішіндегі пәндер бойынша, ол жердегі дәрістер, пәндер бойынша әртүрлі есептер, тапсырмалар, соларды оқып отырып, мұғалімдермен тікелей байланыста отырып, WhatsApp желісі, Telegram желісі, басқа желістер арқылы, сонымен қатар Zoom мүмкіндіктері бар. Платформасы солар арқылы дәріс жүргізеді. Әрине, бұрыннан да пайдаланып жатқан жаңағы платформаларды 4 сыныпта пайдаланған. Олар арқылы үйге берген тапсырмалар, тікелей байланыста отырып есептер шығару, соны орындау, балалармен екі ортада байланыс, WhatsApp желісі арқылы да жүзеге асырылады. Сонда негізінен осы 2 үлкен бағытта сабақ жүреді. Қайталап айтайын, бұның барлығы тек 1-90-ға бүгінгі таңда уақытша деп есептеліп отыр. Сонымен қатар білім және ғылым министрлігі қазір бізге мүмкіндік беріп отыр.
егер де ата-аналардың қалауы бойынша жергілікті штабтың шешімі бойынша кейбір шалғай ауылдардағы мектептер дәстүрлі түрде оқытамын десе, әсіресе бастауыш сыныпта, онда сол мектептерге рұқсат беруге болады деген бізге мүмкіндік беріп отыр. Екінші тоқсаннан бастап па? Ода бірінші тоқсаннан бастап ашуға болады. Кейбір облыстар қазірдің өзінде шалғай ауылда орналасқан мектептерінде дәстүрлі түрде сабақ жүргізіліп отыр. Бірақ сыныптағы, класстағы баланың саны 15 адамнан аспау керек. Бұл жерде енді бізде біраз ойланып, штабта талқылап, бұндайды Маңғыстау облысында біз әзірге оны қолданғымыз келіп отқан жоқ. Себебі мысалы қараңыз, барлық жерде біз оны ұйымдастыратын болсақ, айталық мектеп, лицей, гимназияға барлық микрорайоннан келеді. Яғни оларға біз тасымал ұйымдастыруымыз керек. Қоғамдық автокөліктерді жүргізуіміз керек. Сосын оларға келетін ұстаздарға өз үйлерінен келеді ұстаздар. Әртүрлі ортада келеді. Сондықтан олардың ауру жұқтырмайтынына, мұғалімдердің балаға жұқтырмайтынына, баланың мұғалімдерге жұқтырмайтынына оған толық кепілдік бере алмай отырмыз. Себебі қоғамдық автокөліктер жүргізуге тура келеді. Мысалы, Мұнайлы ауданында Батыр селосының өзінде бір шетінен бір шетіне алыс. Сондықтан ол жерде де қоғамдық автокөлік жүргізіп болады. Қоғамдық автокөлік жүрген жерде өкінішке орай аурудың жұқтыру фактілері көп. Сондықтан біз неде болса Маңғыстау облысында осы бірінші тоқсанда сол бағытта, сол болса қашықтан оқыту бағытында жүргізейік деп шешіп отырмыз. Ары қарай осы қазан айының екінші жартысында нақты белгілі болады. Содан кейін барып дәстүрлі форматқа дайын болатын кейбір мектептерді біртіндеп көшіріп тастауға болады. Енді қандай айтып болады? Енді жылда облыс әкімінің гранты бөлінеді. Сол гранттарға тоқталып өтсеңіз. Биыл қанша грант бөлінеді? Қай салаларға, қандай мамандықтарға? Ұлттық бірыңғай тестілеу өтті. Біз Маңғыстау облысының нәтижесі жаман емес. Жалпы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысқан балалардың 70% шектік балдан жоғары балл жинады. Содан кейін олардың барлығына мемлекеттік грантқа арыз тапсыруға мүмкіндік берілді. Олардың арыздарын қай университетке түсіп келеді, қандай мамандыққа түсіп келеді тапсырды. Оның қорытындысы осы 5 тамыз бен 10 тамыздың ортасында шығады. Яғни кім мемлекеттік грантты иеленді, кім иеленді. Сол нәтиже шыққаннан кейін, сол толығын аяқталғаннан кейін біз Маңғыстау облысы әкімінің грантына арыздарды қабылдап бастаймыз. Оның білім басқармасы, облыстық білім басқармасы жүзеге асырады. Биыл Маңғыстау облысы әкімінің 175 гранты бөлініп отыр. Оның 170-і бакалавр, 5-і магистратура. Алдағы уақытта да біз жариялайтын боламыз, бірақ бүгінгі эфирді пайдаланып айтып кетсем болады. Мысалы, облыс әкімінің гранты ұлттық бірыңғай тестілеуде мемлекеттік грант ала алмай қалған кез келген азамат, кез келген түлек. Оның біз семья жағдайына, немесе басқа да жағдайына қарамаймыз. Тек қана бір критерий бар, ол ұлттық бірыңғай тестілеуде жинаған балл. Сондықтан кез келген оқушы, тіпті ол өте жақсы оқитын оқушы болса да, семья жағдайы бәрі жақсы болса да, бәрі біз оны қараймыз. Арызын беріп қатыса алады. Мысалы, мынандай мамандықтар, педагогикалық мамандықтар бар. Мысалы, мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу, музыка пәні мұғалімі, математика, физика, химия пәні мұғалімі, орыс тілі мен әдебиет пәні мұғалімі бар. Бізде мына қазақ мектептерінде орыс тілі пәнінің мұғалімдерінің жетіспеушілігі көп. Сонымен қатар орыс мектептерінде де русский язык литератураға да жетіспеушілік көп. Сонымен қатар біз әлеуметтік педагогика мамандығына да грант, облыс әкімінің грантын бөліп отырмыз. Екінші үлкен бағыт өнер және гуманитарлық ғылымдар. Бұл жерде орындаушылық өнер, режиссура, театр өнері, хореография және дінтану және теология деген мамандыққа 8 грант бөліп отырмыз. Әлеуметтік ғылымдар мен журналистика және ақпарат. Мысалы, журналистика және репортер ісіне 3 грант белгілеп отырмыз. Бұл енді нақты кәсіби журналистика бағытын таңдап, ары қарай өзінің мысалы оған дейін дайындалып жүрген өзінің мақалалары болуы мүмкін, шығарып жүрген әртүрлі очерктер бар. Соның бәрін ескере отырып береміз деп отырмыз.
Еліміздегі кез келген университетке түсуге мүмкін? Кез келген университетке Қазақстан Республикасында таңдау құқығы бар. Сонымен қатар ақпараттық технологиялар, коммуникациялық технологияларға 10 грант, сәулет және құрылыс, сәулет 5 грант. Сосын биыл мына агро-өнеркәсіп кешеніне байланысты көп ойландық. Біздің жаңағы азаматтарымыздан, қоғам белсенділерінен көп ұсыныстар түсті. Осы Маңғыстаудың болашағы агрария саласы, біз аграрлық саланы дамыту. Сондықтан да біз агрономияға, мал шаруашылығы, балық шаруашылығы, агроинженерия, ветеринария осының барлығын қосқанда 14 грант бөліп отырмыз. Тек қана агро шаруашылығы. Денсаулық сақтау саласы біз үшін өзекті сала. Қазірдің өзінде 255 дәрігер жетіспейді. Соған былтыр 60 грант бергенбіз, биыл медицина саласына 65 грант бөліп отырмыз. Сосын енді ерекше туризмге байланысты мейрамхана ісі, мейрамхана бизнесі деген салада 3 грант қарастырылды. Бұл жерде әрине міндетті түрде таңдау пәні ескеріледі. Ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырған кездегі өзінің таңдау пәні ескеріледі. Сосын балл ескеріледі. Енді грантқа неге магистратураға 5 грант беріп отырмыз. Оның барлығы гуманитарлық ғылымдар, туризм. Осы уақытта магистратураға 5 грант бөліп отырмыз. Барлығы 175. Өткен жылы қанша грант бөлінді? Өткен жылда 175 грант бөлінді. Бұл гранттарды тағайындау енді 5 тамыздан бастап белгілі болады. 5 тамыздан бастап біз арыз қабылдаймыз. Шамамен сол 10 тамыздан бастап облыстық комиссия бар. Сол комиссияның құрамында толығымен ашық форматта өткіземіз. Комиссия құрамында қоғам өкілдері бар, журналистер бар, мәслихат депутаттары бар. Сосын біздің гражданский азаматтық альянс үкіметтік емес ұйымдардың мүшелері бар. Осылардың барлығын қатыстыра отырып, ашық форматта барлығына түсінікті, жеткілікті дәрежеде жеткіземіз деп ойлаймыз. Бұл былтырлары мысалы мынандай оқиғалар болды. Енді 140 балл болса, соның 125 балл алып, мемлекеттік грантқа түсе алмай қалған балалар болды. Енді обал ғой, 125 балл обал. Сондықтан сондай балаларға біз әкімнің грантын бердік. Әкімнің грант жалпы талабы қандай? Оқуын аяқтағаннан кейін? Оқуын аяқтағаннан кейін 3 жыл осы Маңғыстау облысына келіп қызмет ету керек. Тұрғылықты жері бойынша? Тұрғылықты жері бойынша. Мысалы облысқа келгеннен кейін ол міндетті түрде мысалы ауданға, ауылға бару міндетті емес. Егер оның бітіріп келген маманы қай жерге қажет болады, қай жерге жарайды, сол жерге біз жұмыс тауып береміз. Жұмысты әкімдік өзі тауып береді? Келгеннен кейін мысалы қай саладан келіп, мысалы білім саласы болса, оның білім басқармасы, мәдениет саласы болса, мәдениет басқармасы, денсаулық саласы болса, денсаулық басқармасы, және ауыл шаруашылық саласы болса, ауыл шаруашылық басқармасы сол жұмыс тауып беруге жұмыстанады. Университеттер түсінікті. Енді колледждерге құжаттар қабылдау қалай жүріп жатыр? Колледждерге құжаттар қабылдау осы тамыз айының 20-сына дейін жүзеге асады. Онлайн режимінде биылда колледждарға 3000-нан астам біз мемлекеттік тапсырыс орналастырдық. Жалпы бірінші техникалық мамандық барлық колледждарда ақысыз жүзеге асады. Сол себептен біз мемлекеттік гранттардың, мемлекеттік тапсырыстың санын арттырдық. Бұл жерде енді мысалы экономикалық, қаржы мамандықтарын есептемегенде техникалық мамандықтардың барлығы да ақысыз көлемде, ақысыз деңгейде колледждарда жүзеге асырылады. Жалпы бір үлкен мәселе енді ертең бізде сабақ басталады қашықтықтан. Бұл қашықтықтан сабақ басталған кезде барлық балалардың қашықтықтан оқуға мүмкіндігі жоқ. Себебі оларда компьютерлік техника болмауы мүмкін. Планшет керек, телефон керек. Сондықтан осы уақытта үлкен жұмыстар атқарылды. Қазір республикалық бюджеттің есебінен жалпы біздің облысқа 35.829 компьютерлік техника керек. Осы уақытта жан-жақты жұмыс жасап, Қазақстан Республикасы үкіметінің тарапынан резервінен 3,5 миллиард теңге ақша бөлініп, ол өздері сатып алу конкурсын ұйымдастырады республикалық деңгейде. Соның бір үлкен компьютерлік компанияның
келісімшартта тұрады да, сосын біздің облысқа 22.541 дана компьютерлік техника алып келеміз деп жатыр. Әр облысқа береді. Соның ішінде біздің облыстікі 22.541. Бұл компьютерлер, ноутбуктер, планшеттер. Біз бұл техниканың барлығын ең бірінші көмекке мұқтаж көп балалы отбасыларына береміз, жетім балаларға береміз. Арнайы тізімде жасақталған. Әр аудан қала бойынша тізімі бәрі бар, аты жөнінен бәрі шықты. Әрине біз олардың мемлекеттік қаржыға алынғандықтан қолдарына таратып бере алмаймыз. Ол мектептің балансына тіркеледі, содан кейін келісімшартпен пайдалануға, уақытша пайдалануға оқушыларға беріледі. Бірінші қыркүйекке дейін. Бірінші қыркүйекке дейін біз таратып, мына компьютерлардың бәрін біз республикадан күтіп отырмыз, 22.541 компьютерді. Республикадан келген бойдан 2-3 күннің ішінде барлық біз қажетті балаларға таратамыз. Сонымен қатар облыстық бюджеттен де мысалы сабақ жүрген жоқ. Ертең қыркүйектен бастап сабақ жүрмейді. Ол жерде әртүрлі шығындардан үнем болады. Мысалы мектепте асханада тамақ ұйымдастырылмайды, коммуналдық шығындар азаяды. Соның бәрін жинап, сол үнемделген қаржы есебінен қосымша тағы да 1 миллиард 194 миллион теңгеге 6698 дана компьютерлік құрылғылар алып берейін деп жатыр. Аудан қала әкімдері өздері мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырып, сол жерден тездетіп сол компьютерді алып беру жағын қарап отыр. Тізім бар, әр аудан қалада. Мысалы, мынандай дәрежеге дейін қарап отырмыз. Бір үйде мысалы 6 оқушы болса, ол үйге 2 компьютерлік қондырғы береміз. Кезектесіп оқиды ғой. Кезектесіп. Бір компьютер, бір ноутбук мысалы. Ал 8 оқушысы бар балалардың, ол үйге 3 компьютер береміз. 5 балаға дейінгі, 4 балаға дейінгі үйлерге бір компьютерлік қондырғы береміз. Сөйтіп көпбалалы отбасылардың да жағдайын ескеріп, осы уақытта жұмыстар жүріп. Енді ең бастысы интернеттің жылдамдығы жоғары болу керек. Бұл уақытта облыс әкімінің арнайы тапсырмасымен барлық операторлар, Қазақтелеком бар, Алтел бар, Билайн, Картел, барлығымен келіссөздер жүргізіп жатыр. Қазір олар да өзінің сол аудандарындағы әр елді мекендердегі интернет жылдамдығын арттыру бағытында жұмыстар жасалды. Қазір біздің Маңғыстау облысының бір жетістігі көптеген ауылға оптика волокно, оптика талшықтық желі бар. Енді мәселе ол желі әр үйге бармайды. Мысалы ауылға барады. Содан кейін әр үйге Қазақтелеком тартқаннан кейін модем керек болады. Сол модеммен де көмектесу жөнінде жағдайларын қарастырмадыңыз. Мысалы шамамен 2,5-3 мың теңге тұрады. Сонда әр үйге желі барса, компьютер барса, сосын модемін қосып берсе, ол жерде толық оқу процесіне араласуға мүмкіндік болады. Енді қалалық жерлерде әрине 4G форматы жұмыс істейді. Бұл жерде мысалы смартфонмен де, планшетпен де оқи беруге мүмкіндік болады. Бүгінгі таңдағы 1 қыркүйекке дайындықтың негізгі бағыты осындай. Қандай болады? Енді оқушыларға жасалып жатқан мүмкіндікті айттық, ал оқытушыларға, мұғалімдерге қандай көмек көрсетіліп жатыр? Мұғалімдердің ішінде де компьютерлік техникалар жетпейтіндері бар. Мысалы, біздің Маңғыстау облысы бойынша 4850 дана компьютерді, бұл мектептердегі бұрыннан тұрған компьютерлер. 4850. Солардың мұғалімдерге таратып беретін болды. Өткенде 490-да да солай жасадық. Оларды мұғалімдерге таратып береміз. Бұл толығымен мұғалімдердің компьютерлік техника деген қажеттілігін жабады. Қазір енді білім және ғылым министрлігінің тапсырмасы бойынша мұғалімдердің бәрін оқыту, үйрету, осы қашықтан оқыту процесінде қалай пайдалануға болады техниканы, ата-анамен қалай жұмыс істеу керек. Мен соның бәрін қазір үйретіп бастайды. Тамыз айынан бастап, арнайы семинарлар. Енді бір үлкен мәселе, бірінші классқа баратын балалардың бір қиындығы бұл каллиграфия. Жазуды үйрену.
Мысалы жазуды үйрену деген сөз қасында ұстаз тұр. Қолынан ұстап, өшкін ұстап, бетіп көрсетіп жаза алу. Ал қашықтан оқытуда ондай мүмкіндік жоқ. Сондықтан бірінші классқа бала шағасы барған ата-аналар шыдамдық танытып, осы мәселеге балаға өте үлкен көмектеседі. Бұл жөнінде ұстаздар әрине үйретеді. Дәріс береді, оқытады, арнайы бағдарламалар болады, телебағдарламалар. Әліппе іске қосып жатыр да биылдан бастап. А деген әріпті оны қалай жазу керек, қайдан бастау керек, қалай жазу керек, Б әріпі. Сол жөнінде бірінші классқа барған балаларға әрине бұл қиын тиеді. Сондықтан қазірден бастап жайлап жұмыс жасап үйретіп, ата-аналардың өздері де тікелей көмектескені өте дұрыс болады. Енді әзірге бірінші тоқсанда ғана солай деп жоспарлап отырмыз ба? Иә, тек бірінші тоқсанда солай деп отырмыз. Тағы бір мәселе, мен айтып кетейін деп жатқаным, мына Құрбан айт мерекесі мұсылмандар үшін ең қасиетті мерекелердің бірі. 3 күн Құрбан айт өтті. Сол жерде мына біздің тұрғындарға да қызығушылық танытып отқан шығар. Биыл бірінші рет Құрбан айт мерекесі құрбандық шалу онлайн режимінде жүзеге асты. Бұл Қазақстан тарихында ешуақытта болмаған, мұсылман әлемінде болды ма білмеймін. Сол арнайы сайт ашылып, сол жерде біздің ағайындар, мұсылмандар кіріп, сайт арқылы өзінің құрбандықтарын берді. Сонымен қатар әрине дәстүрлі түрде де біз мал базарларын жапқан жоқпыз. Кейбір облыстарда мал базарларын жапқан. Бірақ біз әдейі біздің халықтың өзінің менталитетін түсіне өтіп, мал базарларын ашып, бірақ ол жерде өте қатаң тәртіп орнап, көліктердің келуі, азаматтардың мал базарға кіруі, жерде малды сатып алуы, соның барлығы қатаң кетті. Соның арқасында 3 күн айтымыз жоғары деңгейде өтті. Мысалы онлайн режимге қарайтын болсақ, онлайн режимде бірінші күні Маңғыстау өңірі бойынша Құрбан айттың бірінші күні 1926 отбасыға ет таратылды. Екінші күні 100 ұсақ малға қой мен тоқты және 1 ірі малға құрбандық берілді онлайн. Екінші күні 2,5 тоннаға жуық ет үлестірілді. Жалпы осы 3 күннің ішінде 6 ірі қара мал, 289 ұсақ мал онлайн режимде құрбандыққа ұсыныс беріп шалынды. Енді оны сайтқа кіріп көрген адамдар көрген шығар. Мысалы сіз өзіңіз аяқтың сұранысыңызды бергеннен кейін ана жерде кері байланыс деген бар. Фото, видео соны басқан кезде әрбір шалынып жатқан құрбандық видеоға түсіріледі. Сіздің сұранысыңыз бойынша өзіңізге қайтып келеді. Сіз өзіңіздің малыңыздың сойылғанын, сіздің атыңыздың аталғанын көрдіңіз. Бұл жерде соның бәрі оқылады. Бәленшенің құрбандығы қабыл болсын деп, онымен деп қабылдады. Сөйтіп 3423 отбасыға 23964 килограмм ет үлестірілген. Облыс көлемінде. Облыс көлемінде 3 күннің ішінде тағы да қайталап 6 ірі қара мал, 289 ұсақ мал дейді, қой, ешкі деген. Сондықтан осы қабыл болсын, барлық құрбандықтарыңыз құрметті маңғыстаулықтар. Міне біз бұл жағдайда да өте ұйымдасқан түрде жақсы өткізедік. Қазақтың салт дәстүрі көп, бәрі бірдей біз міндетті түрде ұстауымыз керек деп карантиндік режимді бұзып шалып кете берсек, әрине біз денсаулыққа зиян келтіреміз. Міне осы жерде біз маңғыстаулықтар түсініп, өте жоғары деңгейде өткіздік құрбандық мерекесін. Сондықтан баршаңызға құрбандық қабыл болсын деп айтар едім. Білім саласына қайта оралайықшы. Қазір балабақшалардың мәселесі өте өзекті. Көптеген ата-аналарды осы сұрақ толғандырады деп ойлаймын. Балабақшалар қашан ашылады? Қазір кезекші топтар деп жатыр. Соған тоқталып өтсеңіз. Иә, біздер осы мамыр маусым айларында кезекші топтарды аштық. Маңғыстау облысы бойынша 3200-ден астам бала кезекші топтарға барды. Кезекші топтарда 10-12 баладан артық болмайды. Бірақ соңғы шілде айындағы инфекцияның күрт өршуі, оның ішінде пневмонияның белгісіз түрінің асқынып кетуіне орай біз балабақшада кезекші топтарды тоқтаттық жұмысын. Енді Құдайға шүкір ешбір бала ауырған жоқ.
Қазір енді шектеу шаралары осы соңғы 17 тамызға дейін созылды ғой. Сол 17 тамыздың арасында ахуал тұрақтанып, қазір де тұрақты. Мысалы қазір бізде бір күндік өсім 0,5% тұрақты да. Мысалы кеше 12 адамның ауру белгілері табылды. Бүгін 25 адамның, оның алдында тағы 32 адамның, сөйтіп жалпы адамдардың оқшауланғанның арқасында бір-бірімен байланыстың болмасында азайып жатқанын көріп отырмыз. Сондықтан осы жағдай жақсарып біртіндеп бір қалыпқа түскеннен кейін 17 тамыздан кейін балабақшаларда кезекші топтарды ашу мәселесі қаралатын. Жалпы енді бұл біздің назарымызда міндеттерде бар. Бұл біз бұны дұрыс деп есептейміз. Кезекші топтарды ашу керек. Азаматтар жұмыс жасайды. Балаларын апаратын жері жоқ. Әркімнің үйінде қарап отыратын ата-әже істеп жатыр. Бұл мәселені біз міндетті түрде қарап шешетін боламыз. Түсінікті, рахмет. Қаныбек Бекболатұлы, енді өзіңіз жауапты тағы бір саланың бірі спорт саласы. Жалпы біздің өңірімізде, Маңғыстау облысында осы спорт саласы қалай дамып жатыр? Қандай жетістіктеріміз бар? Соған тоқталып өтсеңіз. Маңғыстау облысында қуанып айтарлық жағдай, спорттан кенже қалған жоқпыз еш уақытта. Мысалы, былтырғы жылдың өзінде 600-ден астам біздің спортшылар әртүрлі жарыстарға қатысып, оның ішінде 15 әлем чемпионы шықты. Оның ішінде бокстан бастап, карате, джиу-джитсу дейді, барлық түрлері бар. Жалпы олимпиадалық спорт түрлерінің барлығы да біздің облыста дамыды. Енді қазір наурыз айынан бері спорттық жарыстардың бәрі тоқтап қалды. Дегенмен де олимпиадалық спорттар және Қазақстан Республикасының құрама командасындағы кіретін азаматтар біздің спортшылар үшін жаттығулар тоқтаған жоқ. Негізгі құрамындағылар бар 30 адамға дейін тренировкалар жасалған, сондықтан үйде де жүреді. Алдағы уақытта енді мысалы Токио олимпиадасына дайындықтарды бастап жүреді. Бірақ спорт саласында кенже қалып жатқан, дамымай жатқан жақтары бар бізде. Мысалы қол доғу спорты, спорттық гимнастика, жеңіл атлетикадан да біз сондай керемет біз деп айта алмаймыз. Футбол саласында да. Сондықтан бұл уақытта үлкен жұмыстар алда күтіп тұр, бірақ өкінішке орай футбол саласында қаржыны көп қажет етеді. Биыл наурыз айында футбол чемпионаты тоқтағаннан кейін біз Каспий футбол клубының бюджетін қысқарттық. Қазір мен осы өткен аптада биылғы сатып алынған контрактымен әкелінген, шетелден әкелінген 8 футболшы еді. Легионерлер. Оның ішінде Сербиядан, Франциядан келген мықты ойыншылар. Олардың барлығын кеше трансферттік терезе ашылған кезде трансфертке шығарып, барлығын елдеріне сатып алуға мүмкіндік беріп, біз өз міндеттерімізді шығарып отырмыз. Бұл енді жақсы өмірден емес. Футбол чемпионаты қашан басталатыны әзірге белгісіз. Сонымен қатар қазіргі ахуалда біз бір футболистке миллиондаған теңге ай сайын жалақы төлеуді дұрыс емес деп есептейміз. Сондықтан біздің футбол сүйер жанкүйерлер бізді кешірсін енді. Бірақ қазіргі жағдайда солай жасауға мәжбүр болып отырмыз. Алда да жақсы күндер туар. Бірақ біз Каспий клубының бірінші лигадан, премьер лигадан шығып қалмау үшін барлық жағдай жасаймыз. Өзінің минималды түрде жалақысын береміз, жаттықтырушылардың бәрі жалақысын береміз, бірақ жақсы сапалы ойынды талап етеміз. Енді былай болайық тұр. Аз ақшаға жақсы ойнау керек болып тұр. Мен сондай жаңа басшы келді, конкурстық деңгейде жас жігіт, президент жастар кадрының мүшесі, Италияның Ювентус командасымен тығыз байланысы бар жас жігіт, конкурстан ұтып, жеңіп алып, сол директорға тағайындадық. Өз аржағында Нұр-Сұлтан қаласынан келіп бізге. Сондықтан сол жігіттен менеджер, халықаралық деңгейде білімі бар, сол үлкен үміт күтіп отырмыз.
сол енді біздің Каспий клубты өзін ақтайтын деңгейге шығару. Өзін ақтайтын. Енді оны қазір жанкүйер жоқ кезде оны жасай алмайды әрине. Ертең ашылып футбол ойындары басталған кезде футболға деген біздің бүгінгі ұстанымыз осындай. Жалпы біздің өңірде, облысымызда жалпы спорт мектептері, ойын алаңшалары жеткілікті ме осы спортпен айналысуға? Қазір көптеген қалталы азаматтар, өңір азаматтары, меценаттар өз қаражатына, өз туып өскен, туған жерге тағзым деген сияқты бағдарламалардың аясында сондай спорт мектептерін салып жатыр. Иә, өте біздің Маңғыстау облысы басқа облыстарға қарағанда сол жағынан өте жақсы алда, жақсы үрдіс. Мысалы, былтыр 2018-2019 жылы осы меценаттардың көмегімен 10-нан астам спорт алаңдары жасалған. Оның ішінде өте қымбат тұратын жекеменшік мемлекеттік әріптестік деңгейінде 4 үлкен жоба жүзеге асты. Өте үлкен қаржы, бірақ біз оларды біртіндеп қайтарып береміз. ГЧП деген проекттің деңгейінде болған үшін. Осы орайда спорттық алаңдар негізінен Ақтау қаласында көбірек шоғырланған. Енді Ақтау қаласында өтімдігі жақсы, халықтың санына да байланысты болу керек. Ал ауылдық жерлерде, Жаңаөзен қаласының өзінде де спорттық алаңдар, спорттық мектептер жеткілікті дәрежеде деп айта алмаймыз. Мысалы, Жаңаөзен қаласында қазірдің өзінде шамамен 2 үлкен спорт мектебі керек. Халық санына. Сосын ауылдық жерлерде спорт мектептері бар, бірақ спорт алаңдары жеткіліксіз. Мысалы, көгалдандырылған жақсы соңында. Осы уақытта қазір Маңғыстау облыстық спорт басқармасы, Кенешев Қожа спорт басқармасы, арнайы ауыл. Енді бұны біз осы мамыр айында белгілі бір жобасын жасап қойдық. Карантиндік шектеулерге байланысты тоқтап тұр. Сондықтан ертең осы күз айларында қайтадан оны жандандырып бастаймыз. Біздің мақсатымыз ауылдық жерлердегі дарынды балаларды көбірек табу, тарту. Қазір жұрттар көріп жүр, Ақтау қаласында 16 шағын ауданда үлкен сарай салынып отыр. Бокс сарайы болды. Бір мезетте ол жабық стадионда 2000 адам, 2000 көрермен отыра алатындай жағдай. Соның қасынан, соның ауласынан спорт мектеп интернатын салу жоспарланып отыр. Сонда біз ауылдардағы мықты балалар жинап, интернатқа келіп жатқызып оқытып, бокс орталығында жаттығу жүргіземіз. Ал орталық дегенмен, онда 6 түрлі спорт түрі бар. Тек қана бокс емес. Дзюдо, күрес, карате, негізгі олимпиадалық спорт түрлерінің барлығы бар. Сондықтан тек бокс орталығы, тек бокспен айналысады деп ойламау. Сондай үлкен жоба бар. Сонымен қатар бір айта кетейін, мұз айдыны. Халық біледі, мұз айдыны деген жоба 2018 жыл басталып, одан қылмыстық іс қозғалды, 1-2 адамға іс қозғалды, соны тоқтап қойған. Соны енді Чехия мемлекетінің инвесторлары, олармен уже 4-5 келіссөздер жүргіздік. Соның арқасында біз бұрынғы келісім шартты қайтадан көтеріп, созып отырмыз. Осы Құдай қаласа, қазан, қараша айларында мұз айдынының құрылысы басталды. Енді біз оны толықтай тоқтап тастауға да мүмкіндігіміз бар. Неге іс қозғалған жоба, оны кім созғысы келеді дегенде ой болды кейбір азаматтардың арасында. Бірақ облыс әкімі де ұстанымы сол. Біздер бәріміз ақылдасып ойландық. Біз неге біздің болашағымызды, балаларымызды мұз айдынынан айырамыз. Салам деп тұрған инвестор келген кезде, ода ГЧП жобасы, государство-частный партнерство дейді, жекеменшік мемлекет. Біз мүмкіндік берейік. Бірақ құжаттарын дұрыстап берейік. Құжаттарын бәрін дұрыстап реттеп береміз, олар салап, 2 жылда бітіреміз деп отыр мұз айдынын. Енді әрине оның ішінде сырғанау, қыздар, хоккей, керлинг, сосын жаңағы басқа да спорт түрлерінің бәрі дамитын бар ішінде. Бокс орталығының құрылысы қашан басталады, қашан аяқталады? Бокс орталығының құрылысы аяқталуға жақын. Осы қазан айында тапсырылады деп күтіп отырмыз. Ол енді тікелей инвестор, ол ГЧП проекті емес, тікелей инвестор
NCSI компаниясы, Энкок компаниясының түгел салат, құрылысын бітіреді да, облыс әкімдігіне спорт басқармасына тапсырды. Бұл жерде енді спорттың дамуының мықты орталығы болады деп есептеп отырмыз. Түсінікті, рахмет. Енді тағы бір өзіңіз басшылық ететін саланың бірі ол денсаулық сақтау саласы. Қазіргі таңда біздің өңірдегі эпидемиологиялық ахуалға тоқталсаңыз. Иә, бұл осы көрермендер де біздің мақсатты біледі. Қаңтар айының 10-ынан бастап осы денсаулық сақтау саласында өзекті мәселе, күрделі мәселе басталды. Содан бері біздің дәрігерлеріміз де бәрі де тыным таппай жұмыс жасап жатыр. Қазір бүкіл акиматтың, әкімдіктің, барлық аудан, қала, облыстық әкімдіктің әлеуметін осы коронавирустық инфекцияға соны болдырмау, пневмония, оны болдырмау, соны емдеуге бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Бүгінгі таңдағы жағдайға байланысты, Маңғыстау облысында 2940 жағдай тіркелген болса, бүгін кешегі 25 жағдай тіркелді. Бұл шамамен тәуліктік өсімнің 0,8-0,9% нәтижесін көрсетеді. Республика бойынша тәуліктік өсім 1,5% көрсетеді. Негізінен сұрақ туады қазір халықта, кімдер олар ауырып жатқан? Мысалы біз ПЦР тест аламыз, одан 10 нәтиже шығады, сосын бұл ауырды дейміз. Мысалы 25 жағдай болса, 7-інде ғана 10 нәтиже берді, 18-інде ешқандай симптом жоқ. Шығыпты, ПЦР тест 10 нәтиже берді, бірақ ешқандай симптом жоқ, қызу жоқ, несі жоқ, тамағы ауырмайды, сондай. Бұлар қазір негізінен үйде, мысалы үйде ем алып жатқан адаммен байланыста болған. Біздің қазір емханалар, мобильдік топтар үйлерге барып жүр ғой, үйлерге барып қарап жүр да. Сол жерде қандай да бір несі болса, одан тест алады. Сосын екіншіден мына вахталық әдіспен жұмыс жасайтын біздің компаниялар, вахталық әдіспен. Олар жұмысқа баратын кезде міндетті түрде барлық жұмысшыларынан тест алады. Енді солардың қасында сервистік компаниялар бар. Қызмет көрсететін. Оның ішінде тамақ ұйымдастыратын компаниялар. Міне солардың аспазшылары, поварлар, олар да вахтаға шыққан кезде тест тапсырады. Мен солардың ішінен біреуден, екеуден шығыпты. Сонда бізде тәуліктік шамамен 12-ден 25-тің арасында өсет, азайып, өсет. Сондықтан жалпы осы карантин режимі арқасында толықтай қозғалысты азайтып, әсіресе жаңағы қоғамдық көлік, кафе, тойхана, әртүрлі ірі шаралардың бәрін тоқтауының арасында бүгін жағдай сондай болып. Нәтиже беріп жатыр. Нәтиже беріп жатыр, азайды. Мысалы, Ақтау қаласында бірінші шағын ауданында орналасқан 100 орындық провизорлық стационарды жапты. Енді біз Маңғыстау облыстық ауруханасының түгел 350 орын 400-ге дейін барды ғой. Ең шарықтау шейі болғанда 400-ге дейін бар. Қазір бұл жерде аурудың саны 180. Бұл жерде азайтып, тек қана енді бір блогын ғана қалдырамыз. Қалған блогы бұрынғыдай халыққа қалай қызмет етті, солай қызмет етіп бастайды. Дегенмен де біз күздік мезгілді ұмытпауымыз керек. Екінші толқын деп жатыр. Күздік мезгілде болуы мүмкін аурудың асқынуына дайындық басталып кетті. Арнайы облыс әкімі бекітіп жол картасын берді. Оның ішінде вакциналар сатып алу деген мәселе бар. Әрине, вакцина бұл ковидтің вакцинасы емес. Бұл тұмауға қарсы вакцина. Тегін ба? Біз енді бюджет есебінен сатып алса, халыққа бәрі тегін болады. Емханалар арқылы оны біз тұмауға қарсы вакцинаны егеміз. Ал қазір үкімет, Қазақстан үкіметі ковидке қарсы вакциналарды да қарастырып жатыр. Енді оны алдағы уақытта әлемдік деңгейде вакцина шығарып жатқан мемлекеттер көп қой. Қай мемлекеттің вакцинасы дұрыс болады, олардың жаңағы пайдасы көп болады, зор болады. Біздің қазақстандық институттарда вакцина дайындайды. Солардың ішінен үкімет өз тарапынан вакцина сатып алып, ковидке қарсы азаматтарды егуді қарастырып жатыр. Біздің жергілікті биліктің мақсаты бұл ең бірінші тұмауға қарсы вакцинаны көбейту.
былтырлары 10% тұрғындарды тұмауға қарсы вакцинамен егеді екен. Оның ішінде балалар бар. Енді соны біз 20%-ге дейін көбейткіміз келіп отыр. Яғни оның ішіне егде жастағы ағаларымыз кіреді, 60-65-тен жоғары ең бірінші. Балалар кіреді әрине. Сонымен қатар диспансерлік есепте тұрған қосалқы аурулары бар азаматтарды тұмауға қарсы егуіміз керек. Оның ішінде қан қысымы жоғары, қант диабеті, сосын семіздік деген ауру бар, ожирение. Міне осы негізгі үш бағытта. Яғни бұл вакцина барлық адамдарға емес, осындай тек қана осындай қосымша аурулар адамдарды сақтау үшін бірінші кезекте солар береді. Сонымен қатар біз қазір мәселе қарастырып жатырмыз. Мына біздің ірі компаниялар, мұнай компаниялар өздері де айтып жатыр. Енді вахталық поселкеде бір мезгілде 3000 адам жұмыс істейді. Енді солардың арасында ауру тарауын болдырмау үшін олар да тұмауға қарсы вакцина еккісі келеді өз жұмысшыларына. Алдын алу үшін. Яғни тұмаумен ауруды азайтсақ, мүмкін ковидпен аурудың да ары қосып кетпеуіне біз тосқауыл қоятын шығармыз деген қазір болжам бар. Енді әрине қазір біздің денсаулық сақтау министрі нақты қазір айтып отқан жоқ бізге. Осындай болады, осы уақытта осындай болады деп ешкім айтып отқан жоқ. Бірақ біз дегенмен де дайындық жұмыстарын бастадық. Сонымен қатар балалар ауруханасы бар бізде, облыстық балалар ауруханасы Ақтау қаласында. Оның да дайындығын бөлек жүргізіп жатырмыз. Балалардың арасында әртүрлі мысалы суық тию, тұмау аурулары өршіп кетіп жатса, ол бағытта да. Тұмау ауруымен қатар гепатит С деген бар, күз айларында көп өтетін, менингококк деген бар. Олардың барлығында вакцинациясы сол өз ретімен жүре беретін болады. Енді мысалы қазір министрліктің бекіткен жаңағы 18 индикаторы бар денсаулық сақтау саласында. Соның ішінде мысалы үлкен индикаторлар өлім-жітім, адамдардың өлімі. Біздің азаматтарды толғандыратын көп сұрақ сол адамдар қырылып қалады, неше адам өлді, өкінішке орай адамдар болды. Бірақ енді жыл сайында осы периодта, көктемгі жазғы периодта аптап ыстықта шілдеде Маңғыстау облысында адам көп өледі. Бұл біздің ауа райының ерекшелігі шығар. Биыл осындай болғасын қатты көңіл бөліп жатыр ғой. Мысалы қазір коронавирус инфекциямен 31 адам қайтыс болды бізде, өкінішке орай. Оларды анализдері шыққан положительный. Енді оның барлығы қазір жас шамасы қанша 31 адам? Орташа жас. 70% 65 жастан асқан. 70% 65 жастан. Мысалы пневмонияға байланысты қайтыс болған адамдардың барлық құжаттары қазір сараланып жатыр. Түгел бәрін жинақтап біз денсаулық сақтау министрлігіне жолдадық. Енді ол жерде медицинский экспертиза жасайды. Мысалы бұл пневмонияның бұрынғы түрі бар, пневмонияның басқа түрі бар. Оның бірнеше штамп бар. Оны біз мысалы жергілікті жерде шеше алмаймыз. Бірақ оны қазір министр де айтты, алдағы уақытта осы 3-4 күндікте толық жарияланатын болады. Сондықтан енді нақты күтейік, соңына дейін барлық экспертиза аяқталсын, сондықтан ешкім ештеңе жасырмайды. Барлық қайтыс болған адамдарды осы пневмония барлығы халыққа ашық айтылатын болады. Қазір мысалы біздің ауруханалар, облыстық аурухана болсын, аудандық, қалалық ауруханалар жаңаөзенде әрбір күні қанша адам қайтыс болды, қандай аурумен, министрліктің арнайы сайты бар, соған кіргізіп отыр. Күнбе-күн. Сондықтан бұл жерде министрлікте күнде өзінің арнайы сайтын ашып қойып, сол жерде көрсетіп отыр. Барлық қайтыс болған адамның саны, бір күнде қайтыс болған адамның саны әрбір облыс бойынша. Сондықтан бұл жерде ешқандай құпия жоқ. Алдағы уақытта бұның бәрі айтылады деп есептеймін. Енді дәрі-дәрмекке келетін болсақ, көп толғандыратын талапты сұрақ, әрине бір кезеңде, бір ретте, ана жолы премьер-министр орынбасары Тоғжановтың Маңғыстау облысына сапары кезінде онымен бірге вице-министр келді денсаулық сақтау саласына.
жұмсалған дәрілердің санын көріп таңғалдым. Маңғыстау облысында кейбір дәрілер өте көп жұмсалған екен, шіл дәрілерді. Енді аурудың асқынған кезі болу. Яғни біз аурухана стационарларға СК фармация арқылы жеткілікті түрде дәрі бергенбіз. Бірақ негізгі бір өте қатаң кезінде пайдаланатын екі дәрі бар: дексаметазон және преднизолон деген. Осы дәрілерге тапшылық байқалды. Жалпы бізге қажетті көлемнің 1/3 ғана СК фармация арқылы алған екенбіз. Сондықтан қазір оны тапсырма беріп, кеше жаңа премьердің орынбасарына айтып, кеше Маңғыстау облысына 10 мың ампулы преднизолон келді. Бүгін ертең 10 мың ампулы дексаметазон келді. Қалған дәрілер флоксапирин, сонымен қатар антибиотиктер, антикоагулянттар дейді. Мысалы, менде мәліметтер бар ма? Антикоагулянттар 143.450 қорамы келген. Антибиотиктердің несі көп қой. С3, С4 көп. 593.44. Қызу түсіретін дәрілерден 785.298 қорап. Бұл айтып отырған сандарыңыз індет басталғалы келген общий сан? Жоқ, 20 шілдеге. Осы күні келген. Вирусқа қарсы 238.657 тек шілде айында келген дәрілердің саны өтеді. Әрине, бұның ішінде аптека жүйесі жоқ. Бұл тек қана ауруханаларға, емханаларға келіп отыр. Ал аптека жүйесіне байланысты 4 фарм компаниямен үлкен жұмыстар жүргізілді. Қазір 5-9 деген аптека бар ғой, Ақтауда көпке бөлігіне Фаис деген компания 5-9. Соның өзі 100 мыңдап, 50 мыңдап разовый доз дейді, бір алып келіп барлық аптекаларына қойды. Негізгі дәрілер: аскорбиновая кислота, аспирин, парацетамол, С3, С4, сұранысқа осы дәрілердің бәрін толтырды. Сонымен қатар қалғанда медсервис, сосын іңкәр деген апайлардың барлығы бір реттік әкелу дейді, бір реттік әкелу. Разовый доз. Бір реттік әкелумен бірнеше тонналап дәрілерін әкелуі. Бірақ енді ең бастысы біз дәрі-дәрмектің көптігіне мақтанбауымыз керек. Бізде халық ойлайды, аптекада дәрі толып тұрса, бәрі жақсы дейді. Дәрі-дәрмектің көптігіне мақтанбауымыз керек. Біз ауырмаудың шарасын аламыз. Ауырмаудың шарасы. Сондықтан масканы кию, контактыны азайту, өзара қарым-қатынасты азайту, шыдау, той садақаға бармау. Мысалы, мен білемін, мен өзім Жетібайдың жұртымын ғой. Жетібайда бір азаматтар бар, біздің құрдастарымыз бар. Солардың үйіне садақа болып отыр. Мен баруым керек, өте жақсы арыз. Бірақ бармай отыр. Қалғанында ғана айтады. Артынан да уақыт та бар. Бұл садақа ескірмейді дейді қазақта. Жыл бойына барып, көңіл сұрап айтуға. Себебі біз өзіңді сақтау арқылы жаныңдағы өзгенің өмірін сақта деген принцип ұстануымыз керек. Әрине, біз үшін оны түсіну қиын, әсіресе үлкен ағаларымызға, қарияларға айту оңай емес, садақаға бармайды. Бірақ бұл дәстүрді біз уақытша оған да көруіміз керек. Сондықтан дәрі-дәрмекте қазір 300 миллион теңге бөліп облыстық қорын жасаймыз. Бұл жөнінде менің әріптесім Қачақ Бақытжан Аманжолұлы айналысып жатыр осы шаруамен. Ол мысалы аптека жүйесіндегі дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді, ол кісі өзі осындай кездесуге келгенде айтар, бұл жөнінде үлкен жұмыстар атқарылып отыр. Қазір сонда дәрілік заттарға сұраныс жоқ қой, бар ма? Қазір енді аптекаларда ондай ажиотаж жоқ, кезек жоқ. Енді мысалы кез келген аптекке кіріп барып керек дәрімді ала қоясың деп мен енді өтірік айтпай-ақ қояйын. Бірақ Ақтауда жүріп іздесең 4-5 аптекадан керек дәрінің бәрін табасың. Мысалы даже ксералты деген не бар ол жаңағы дәрі. Кезінде бәрі іздеп, бұл деген антикоагулянт. Оның мысалы преднизолон да бар, сосын тағы да басқа да дәрілер бар. Бірақ жұрттар ксералтыны іздейді. Себебі ксералты қымбат тұрады. Сол қымбат тұрғасын оның сапасы күшті ғой деп ойлайды.
Дәрігерлер де мүмкін соны айтар жаңағы таныстары да. Сол ксералықтың өзі Ақтаудың аптектерінде толып тұр. Бірақ бағасы қымбат. Негізі енді кезінде 7-8 мың болды, қазір кейбір аптектерде біз байқадық 24 мың теңге тұрады. Сондықтан енді уже арнайы мониторинг топ құрылды ғой бізде. мониторинг топ құрылды, бәрін қарап отырады. Мониторинг топ Атамекен Пала кәсіпкерлер палатасымен бірге Антикор сыбайлас жемқорлыққа қарсы департаментпен бірлесіп, сонымен қатар біздің мәслихат депутаттары, бәріміз қоғам мүшелері, белсенді топтар аптекаларды аралап, апта сайын, аптасына бірнеше бақылап жүр. Негізгі вирусқа қарсы және бактерияға қарсы антибактериальный препараттар барлығы бар. Енді аспирин мен парацетамол, аскорбин, қышқыл, аскорбин кислоты, С витамині, оларда қазір мысалы жаңа айтқан 9 аптека бар, Файз деген компания, соның бәрінде бар. Сондықтан бұл енді аптекаларда кезектің бәрін тоқтатты ғой енді. Бірақ дегенмен де мысалы біздің азаматтар қайтеді, бір аптекаға барады, сұрайды осындай дәрі бар ма? Жоқ десе, бітті, дәрі жоқ, құрылды деп. Сондықтан енді 400 аптека бар ма? 400 аптека. Әр аптеканың қожайындары бөлек қой. Мысалы Файзда 9 аптека бар. Жаңағы Адафарм деген компанияда 10 шақты аптека бар. Сондықтан әр компанияның әкелушілері әртүрлі болғандықтан соны әрқайсысына да барып қарау керек та, егер дәрі керек болса. Жалпы дәріні дәрігердің нұсқауынсыз дәрі алып ішпеген дұрыс. Мысалы енді қазір көптеген не бар, үкім бар, біздерде аптасына 2 рет дәрігерлер жинаймыз. Мен өзім дәрігер жинап ақылдасамыз. Ресей Федерациясының жұрттар біледі, Карина, Артур, олармен де отырып, біздің дәрігерлерді отырғызып қойып ақылдасамыз. Не істеу керек, қалай істеу керек, қай дәріні қолданған жақсы, ауру болған кезде, қатты ауыру науқасқа қайсысы, әрқайсысын бүгін мысалы облыстық неде больницада бүгіннен бастап күнде сағат 11-де консилиум бар. Дәрігерлер жиналады да, біздің жаңағы ресейден келгендермен бірлесіп отырады. Сол кезде олардың айтып отырған сол. Бұл аурудың негізгі несі, бұл қанға түскеннен кейін сондықтан үйде жатып алып антибиотик салған көмектескен. Вирусқа қарсы дәрі-дәрмек пайдалану керек, сосын жаңағы антикоагулянттар, қан сұйылтатын дәрі-дәрмектерді пайдалану керек, сұйықтықты қою үшін. Бірнеше күн. Содан кейін барып дәрігерге қаралып, егер қызу болса, температура көтеріліп, демікпе пайда болса, сол кезде барып неге жатырмыз. Сондықтан біз қазір поликлиниканың қызметін, емханалардың қызметін күшейтіп жатырмыз. Емхана неғұрлым күшті жұмыс жасаса, өзінің белгіленген территориясында участковый врач дейді ғой, учаскелік дәрігердің жұмысы неғұрлым жақсы болса, соғұрлым бізде ауруханаға адам аз түседі. Ал енді бізде дәрігер жетіспейді 250 дәрігер. Сондықтан біз емханадағы дәрігерлердің бәрін алдық та ауруханаға салып жібердік қой. Енді біз ауруханадағы дәрігерлерді қайтаруымыз керек емханаға. Ол емханаға өзінің учаскесінде жұмыс жасау. Не, қазіргі біздің бағыттағы жұмысымыз осылай болады. Сол бағытты күшейтеміз. Сонда ауруханада дәрігердің саны азаяды. Енді қазірдің өзінде 126 мобильдік топ бар. Әр учаскеде аралап, соның жұмысын ұйымдастыруға біз өзіміздің астымыздағы көліктердің бәрін бердік. 30 автокөлік бердік. Негізгі қазір ұйымдастырып жатқан жұмыстың бағыты осы. Дәріханалар деп жоғарыда айтып өттіңіз ғой, кей дәріханаларда дәрілік заттар осындай жағдайда 2-3 есе қымбаттап бағада сатылып жатыр деп жаңа өңір халқы айтып жатыр. Осындай фактілер бізде неше тіркелді, қандай шара қолданылды? Енді бұл жөнінде мониторинг топтар әрдайым қадағалап отырады. Бұл жерде бағаны орынсыз көтерген дәріханалар бар. Оларды анықтап, кейбір азаматтар бізде өздері жазып отырады. Мынандай неде дәріханада осындай дәрі қымбатты деп. Соны барып, бірден барып şu жерге не істеп, облыстық СЭС бар, ішкі істер департаменті бар, антикор қызметі бар, барып протокол жасап, оны жауапқа тартады.
Мысалы, дәрі-дәрмектердің бағалары өсу фактісі бойынша 164 бізге шағым түсті. Сол 164 шағымның ішінде, мысалы, дәрі KZ сайты арқылы 12, әлеуметтік желі арқылы 6, және телефон, WhatsApp арқылы 90-нан астам шағым түсті. Мен соның бәрін зерттеп, 26 хаттама толтырды, 5 бір дәріхана лицензиясынан айырылды, 3 дәріхананың фармацевтикалық қызметпен заңсыз айналысқандығы белгілі болды. 5 материалды сотқа кетті. Яғни қазір дәріханалар да, олардың қожайындары да түсінді. Халықтың өзі ақ қазір айтып келеді, қай жерде қандай дәрі қымбат екендігін. Біз лезде барып шара қолданып, міндетті түрде тиісті жаңағы әкімшілік жауапқа тартылады. Бұл жұмыс тоқтамайды, бұл жұмыс жалғаса береді. Облыстық бізде облыс дейміз ғой, санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінде арнайы телефондар бар, WhatsApp желісі бар, сол жерге тек жаза беру керек, қай жерде қалай. Оның барлығы тексеріліп қаралады. Жақсы, рахмет. Тағы да осы денсаулық сақтау саласына қатысты алып қосарыңыз болса, белгілесеңіз болады. Енді қазір біздің азаматтардың ең көп толғандырып жүрген мәселе ғой осы денсаулық сақтау саласы. Денсаулық сақтау саласында біз бүгін мына жерге келіп барлық мәселені шешіп тастадық деп айтып отырған жоқпыз. Мәселе көп қордаланған. Бұл қордаланған мәселе бір жылдық мәселесі емес. Біз осы анализ жасап көріп отырмыз, 8 жыл бойы, соңғы 8 жылда денсаулық сақтау саласына Маңғыстау облысы көңіл бөлінбейді. Құрал жабдықтар алынбаған, кадр мәселесі шешілмеген. Ең қарапайым төсек орын дейді ғой, кереует. Кереуеттерге дейін жаратылмаған, құрал жабдық есептелмеген. Сондай жағдайда біз коронавирус инфекцияға тап болдық. Құдайға шүкір, абырой, бұдан да халықтың арқасында, халықтың өзінің бірігіп, жұмылдырып, бізді қолдағанның арқасында, жан-жақтан көмек бергеннің арқасында, енді әкімдік штаттың да өзін үйлестіре берген жұмысының арқасында қазір міне құдайға шүкір жайлап оң нәтижеге шығып отырмыз. Сондықтан денсаулық сақтау саласына біз көңіл бөлеміз. Облыс әкімі арнайы бағдарлама жасап отыр. Біз соңғы алдағы 1-2 жылда енді ең мықты европалық деңгейде болмаса да, Астанамыз бар, Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы қаласы, сондай деңгейде денсаулық сақтау саласын жасауымыз керек. Қазір Астанада қаласында салынғандай тез салынатын, лезде көтерілетін инфекциялық аурухананың құрылысы басталады. Алдағы уақытта Ақтау қаласында 200 орындық. Оның өзі ішкі құрал жабдықтары барлығы ең соңғы техниканың жетістігіне қамтамасыз етеді. Міне сол 200 орынды инфекциялық аурухана салынса, бізге өте үлкен көмек болады. Ал біздің бірінші шағынаудандағы инфекциялық аурухана Қазақстандағы ең ескіден 1974 жыл салынған. Сонда есептей беріңіз. 46 жыл бойы Маңғыстауда бір инфекциялық аурухана салынған. Сондықтан біздің дәрігерлеріміздің арқасында, солардың мықты еңбегі сондай жағдайда да жұмыс жасап отыр ғой енді. Сондықтан біздің тұрғындарымызға мыңдан рахмет, қолдап жатыр, дәрігерлерді жан-жақты тамағына дейін, шұбатына дейін апарып берді ғой енді. Сондықтан соның арқасында бәріміз бірге жұмыс жасағанның арқасында жақсы республикада, мысалы, қазір ұйымдастыру жағынан, мысалы, 18 индикатор жөнінен Маңғыстау облысы. Сосын жағдайдың ахуалдың тұрақтыланған 7 облыс бар, соның ішінде. Құдайға шүкір, осы жағдайда ары қарай да біз ұстап тұруымыз керек. Үлкен алғыс. Дәрігерлердің арқасы деп айтып жатсыз, осы індетпен бетпе-бет қазір ақ халатты абзал жандарымыз еңбек етіп жатыр. Сол кісілердің жалақысына қатысты айтып өтсеңіз, қосымша жаңағы ақы беріледі деп берілді ме? Денсаулық сақтау министрінің бұйрығына сәйкес инфекциялық бөлімшеде жұмыс жасап жатқан барлық медицина қызметкерлеріне, дәрігерге, медбикеге және санитаркаға 880 мыңнан төленеді ай сайын.
әрқайсысы. әрқайсысы. Біздің облыста қанша сан дәрігерлердің жалпы осы індетпен күресіп жатқан? Сосын провизорлық госпиталь бар. Провизорлық госпиталь. Стационар. Провизорлық стационарда жұмыс жасап жатқан барлық медициналық қызметкерлерге 425 мыңға төленеді. Және үшінші категория ол карантиндік госпиталь дейді. Біз қазір карантиндік госпиталь жаптық стационарда. Бірақ қосымша олардың қасында жедел жәрдем қызметінің қызметкерлері бар. Фельдшерлер мен жүргізушілер. Оларға 125 теңгеден төленеді. Осылардың бәрін қосқанда ай сайын олардың шыққан жұмысына, мысалы ол енді отпускіде болса, демалыстан сайын оған төленбейді. Сол айда неше рет ол жұмысқа шықты, сол сағаттарының бәрін есептеліп төленеді. Ол тек сода сен жұмыс жасап жүрген үшін төленбейді, жұмысқа шықтың ба жоқ па? Бұл бір реттік пе әлде ай сайын? Ай сайын төленіп отыр. Сәуір, мамыр, маусым айында төледі, үшінші рет. Енді міне осы тамыз айының 10-ына дейін шілде айының ақшасын төлейміз. Шамамен біз Маңғыстау облысы бойынша мыңға жуық адам алып отыр ай сайын. Сонымен қатар ауырып қалған медицина қызметкерлеріне төленетін 2 миллион теңге ақша белгіленген. Қайтыс болған медицина қызметкерлеріне 10 миллион теңге ақша төленеді. Енді оның арнайы комиссиясы бар. Комиссия төтенше жағдайлар кезінде жұмыс жасады. 21 адамның 13-інің несі егжей-тегжей тексеріліп, оны санитарлық эпидемиялық қызмет тексереді. Бұл дәрігер немесе медбике ауруды үйінде жұқтырды ма, тойға барып жұқтырды ма, садақаға барып жұқтырды ма, әлде больницада жұқтырды ма? Жұмыс барысында. Жұмыс сол зерттеледі. Сонда 21 адамның 13-ін ғана бекітті комиссия. 8-і жұмыста жұқтырмады. Сөйтіп әрқайсысын жеке-жеке талдап отырмыз. Міне енді осы апта, келесі аптада жалпы біз Маңғыстау облысында 133 медицина қызметкері дейді. Оның ішінде жедел жәрдем жүргізушілер де бар, водительдер де бар, оларға да төленеді, жұқтырған. Бірақ әрқайсысы қайда жұқтырды? Үйінде ма, далада ма, жұмыста ма? Ол зерттеледі міндетті түрде. Тек қана содан кейін протокол қол қойылып жіберіледі. Ал қайтыс болған, өкінішке орай бізде қайтыс болған 7 медицина қызметкері бар. Олардың да қазір себептері анықталып, экспертиза жүріп жатыр. Комиссия қандай шешім шығарса, олардың семьясына, отбасына, әрқайсысына 10 миллион теңгеден ақша төленеді. Бұл ақшаны әлеуметтік сақтандыру қоры төлейді. Облыстық бюджет емес. Мысалы қазір біреулер айтып жатыр, маған да жазады, неге төлемей отырсыңдар, қайда қарап отырсыңдар, ана Сенекте ауырып қалды, Бостанда ауырып қалған, Бейнеуде ауырып қалған медбикелер бар, олардың ақшасын неге төлемейсіңдер деп та. Енді біздің кездесуіміз ашық акимат деп аталады ғой. Соған мысалы мен айтарым, оның барлығы зерттеліп қаралып отыр. Документтердің барлығын еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің әлеуметтік сақтандыру қорына жіберіледі. Сол сақтандыру қоры арқылы төлейді. Ол біз жергілікті бюджеттен төлейміз. Біз тек комиссия материал жинап береміз. Бұл жұмыстың барлығы қазір аяқталуда. Төтенше жағдай кезінде пневмония басталған кезде тоқталды комиссия. Себебі пневмониямен ауырған медицина қызметкерлері деген бірінші бұйрықта болмаған. Енді бұрын коронавирустық инфекция жұқтырғандар, одан кейін пневмониямен ауырған медицина қызметкерлері. Сонда енді екеуін қосып, кеше 22 шілдеде бұйрық шықты. Содан кейін барып біздің комиссия қайтадан біріктіріп қарап жатырмыз. Барлығына төленеді, оған ешқандай қобалжу болмасын. Тек қана бір апта төленеді. Дәрігерлер жайлы айтып жатырмыз ғой енді. Кеше жақында біздің облысқа Ақтөбеден жас мамандар келді, әскери дәрігерлер келді. Жас мамандар қалай қазір қай жерде жұмыс істеп жатыр? Орналасты ма, оларға жағдай жасалды ма? Иә, жас мамандар интернатура бітірген, негізінен ординатураға неге түсейін жатқандар. Олардың барлығы да осы Ақтау қаласы, Жаңаөзен қаласы, Мұнайлы ауданында негізінен
орналасты. Егер ол провизорный стационарда жұмыс жасаса, олардың барлығы үйге бармай, қонақ үйге жатады. Мысалы, Ақтау қаласындағы неден жұмыс жасап жатыр. Бір студент ауырды, жоқтыр. Қазір ем келіп шықты, жақсы жұмыс жалғастырып. Ақтөбеден келген студент ғой, жас маман. Иә. Енді олардың барлығы да біздің өзіміздің дәрігерлерге қандай жағдай жасалып отыр, олардың барлығына жағдай жасалып отыр. Әрине, олар үшін бұл үлкен мектеп. Үлкен мектеп, дәріс алып отыр, үйреніп отыр. Сонымен қатар мынандай қиын кезде өз туған жеріне, еліне келіп жұмыс жасап отқан біздің студенттер де бар. Соның барлығы бізге үлкен көмек. Алдағы уақытта жұмысын жалғастырып келеміз. Ақтөбе облысынан келген дәрігерлер университеттен. Олар негізінен әдістемелік көмек, санитарлық эпидемиологиялық ахуалды қалай ұстау керек, адам ағзасына келетін зиян, одан қалай қорғану керек, ол жөнінде коммуникация орталығында да біраз сұрақтарға жауап берді ғой. Сол жағынан үлкен бізге көмек көрсетіп жатыр. Мына әскери дәрігерлер, әскери неден келген қорғаныс министрлігінде, олар облыстық аурухананың ішінде жұмыс жасап жатыр. Студенттер осы Ақтау қаласы, Мұнайлы ауданы, Жаңаөзен қаласында көмектесіп жатыр. Россиядан келген дәрігерлеріміз де Жаңаөзен қаласында өте жақсы жұмыс жасады. Қазір мына Ақтау қаласында бір отырғанда 70-100-ден астам адамды қабылдап, жеке өздері сөйлесіп, түсіндіріп, мысалы кеше 7 адамды айтты. Мына 7 адамды ауруханаға жатқызған. Симптомдары бар. Әзірше асқынбай тұр. Оларды шұғыл алдынан жатқызу керек деп бізге кеңес берді. Оларды біз жатқыздық. Міне сондай жақсы бізге көмектері, кеңестері тиіп жатыр. Көп зат біздің дәрігерлер үйреніп отыр. Мысалы Ресей Федерациясының емдеу протоколы бөлек. Біздің клиникалық емдеу протоколымыз бөлек. Бірақ сонда да өз ақыл кеңестерін айтып беріп жатыр. Ойларын бәрін ортаға салып. Қаныбек Бекболатұлы, енді мына жедел жәрдем қызметіне қысқаша тоқталып өтсеңіз, осы уақытқа дейін күніне 250-300 қоңыраулар келіп түссе, қазір 100-150-ге дейін азайды деп айтып жатырмыз. Кеше қатты үлкен ауру пик болған кезде 950 қоңырау түсті бір күнде. Қазір 300-дің шамасына келіп тоқтады. Бұрын қалыптасқан жағдайсы 300-400-дей болатын. 3 есеге дейін түсті. Бұл деген сөз біздің Құдайға шүкір Алланың көмегімен жалпы эпидахуалдың тоқтағандан бері. Бірақ ауру халде түсіп жатқан адамдар да бар. Мысалы, Маңғыстау облысының ауруханасына 40-50 адамды бір күнде шығарса, 15-20 адам түседі. Қазірде 40-50 адамды шығарады, 15-20. Сол 15-20 адамның ішінде үйде жатып қалған, өздері ем-дом қабылдаған, ауыр халге түсіп қалғандар көп. 15 күнде үйде жатқандар. Мысалы, өзіңіздің сіздердің әріптесіңіз бар бір, тоже журналист. Ол да маған хабарласты, папасы болып қалған екен. 70-ке келген ақсақал. Сөйтсе, кондиционердің астында жатыр. Енді кондиционер қосып қойып, соның астында жатыр. Айтса, енді үлкен кісілер білесіз, ол тыңдамайды. Сондықтан кондиционер қоспау керек. Денені терлеп тұрып қатты салқындатпау керек. Дененің бойында, мысалы, әр адамның бойында вирус бактериялар бар ғой, сол сияқты ковидта тұратын болған, оны қоздырмау керек. Қатты салқындағанда қозған, келді, жатты, анализ тапсырып, ковид оң нәтиже беріп тұр. Үйден шықпаған. Сондықтан осы қатаң шектеулерді ұстау керек. Денені салқындатпау керек. Салқын теңізге түспеу керек. Кондиционерді қосып, оның астында жатпау керек. Осы шараларды әсіресе жасы 60-тан асқан ағаларға, апаларға, апайларға, үлкен кісілерге бұл өте қатаң шара, шыдау керек. Кішкенеден кейін ыстық басылады. Біз соны қазір байқап жүрміз. Қалай ойлайсыз,
жалпы әуелде кейбір адамдар осы коронавирустың бар екеніне сенбеді. Қазір көп адам қайта сене бастады, көздері жетті. Біздің облыста, өңірімізде осы той садақа дейміз, той томалақтың саны азайды деп айта аласыз ба? Қалай ойлайсыз? Иә, айта аламыз біз, едәуір азайды. Тыйымның арқасында, әкімшілік жауапқа тарттық, соның арқасында, сол халықтың өзі де, тұрғындардың өздері де түсінді. Енді үйінен қаза болса, тас түскен жеріне ауыр дейді ғой, үйінде қаза болса, бұл адам өзінің барлық тумаласын, әкесін, шешесін шығарып салу үшін барлық салтты жасайды. Бірақ қазір біз байқаймыз, сондай садақаға 15-20 адамнан артық адам бар. Енді ол 15-20 адам ең жақындары, туғандары, жиендері, бауырлары, ағайындары ең жақын. 15-20 адамнан артық бар. Көп адам түсінді дейсіз ғой? Көп адам түсінді. Енді бұл дерт қой. Мысалы мен айтар едім, бұл дерт, сіз ойлап көріңіз, 20-шы ғасырдың басында Испанияда шыққан тұмау. Оның алдында туберкулездің пайда болуы. Оның арғы басында чума. Чумадан бүткіл Лондон қаласы қылып қалды ғой. Лондонды тастап көшіп кетті. 15-ші ғасырда чуманың ең бірінші шыққаны. Чума Маңғыстау өңірінде де болды. Адамдар өледі, қырылып жатыр. Ешкім емін білмейді. Вакцина тапқанға дейін. Ал 30-шы жылдары Маңғыстауда тиф болды, туберкулез ауруы қатты орнаған кезде менің марқұм шешем айтады. Жетібайға барар жолда ұйқылы сай деген жер бар. Уран рудниктері бар. Сол жерде кең дала жер. Сол жерде қырылып жатады. Аштықтан және туберкулезден. Туберкулезге ем жоқ. Сондықтан енді ондай жағдай емес, Құдай сақтасын. Бірақ сонда бүгінгі күннің вирусының өзі ұстатпай тұрды. Қазір ковидтің 100 түрлі несі бар екен уже. Штаммы 100 түрлі. Бізде оны қаншасы жүр. Кейбір азаматтарға ем қонбайды, кейбіреулеріне тез қонып кетеді. Сонда ол қай штаммды емдеп жатыр? Біздің дәрігерлердің қолында да барлық зат жоқ. Укол салады, антибиотик салады, басқасын салады, ем қонбай жатыр. Кейбір азаматтарға тек 5 күнде емдеп шығып кетеді. Сондықтан әр адамда штамм әртүрлі болады. Себебі бұл жаңа вирус, жаңадан шығып жатыр, вакцина жоқ, әлі зерттеліп жатыр. Сондықтан біреулерді кінәламау керек. Дәрігерлер қайда қарап отыр, емдей алмайды, тағы біреу укол салмайды, біреу бүйтіп сөйтіп. Оның барлығы енді бар шығар, толығымен дәрігерлердің немесе медицина қызметкерлерінің бәрін артпақ деп мен айта алмаймын. Бірақ олар қолдан келген бәрін жасап жатыр. Просто мына вирустың өзі өте сондай ұстатпайтын. Айтады ғой енді. Непредсказуемый дейді орысша айтқанда, непредсказуемый. Кеше бір, осы кеше ме алдыңғы күні бір ағамыз қайтыс болды. Мықты. Міне таңертең шығайып тұрған. 60 үстіне шыққан. Емделіп, барлық дәрін алып, тым жақсы болып таңертең шығайып тұрған кезде жүректі қараса тромб. Бір тромб үзіп кеткен, аяғынан ба, бір жерден тамырдан ба, өкпесіне қатып қалды. Сондықтан бұл аурудың ойламаған жерден адам ағзасына соққы беріп тұратынын біз мойындауымыз керек. Сондықтан өте сақ болу керек, сақтану керек. Алдағы уақытта вакцина табылып, егу процестері жүрген кезде біз ауруды осы жеңеміз деп ойлаймын, толықтай. Қанайбек Болатұлы, енді сіздің жұмысыңыз қаншалықты ауыр екенін, қандай жауапкершілігі мол екенін білеміз. Жалпы көпшілікке қызық деп ойлаймын. Бос уақытыңыз бола ма сіздің? Қалай өткізесіз бос уақытыңызды? Енді мен осы Маңғыстау облысына әкімнің орынбасары болып келдім 27 маусымда 2019 жылы. Содан бері бір күн демалысқа шыққан жоқпын. Алланың арқасында бір күн больничный шыққан жоқпын. Отпускқа да шықпадым. Бірақ жексенбі күндеріміз болады ғой, жарты күн болады ғой, шашқы бір болады, басқа көп уақыт болмайды. Енді 10 сала ғой шамамен. Бәрі де әлеуметтік сала,
мәселе көп. Халыққа тікелей қатысты сала. Мысалы, денсаулық сақтау саласына байланысты көп әңгіме естіп жатырмын мен. Жұмашев кетсін, Жұмашев бәрін құртты деп жатыр. Енді халық түсінемін. Ыза адам. Тың баласы өліп жатыр, құдасы өліп жатыр, ағайыны өліп жатыр. Ол кезде сондай сөз айтады ғой. Біз мемлекеттік қызметші ретінде соны көтеруіміз керек. Біз көтеруіміз керек. Оған дұрыс көзқараспен қарап, түсіністікпен қарауымыз керек. Бірақ біз жұмысымызды атқарып жатырмыз, сарбаз сияқты. Кезекшіге түскен солдат сияқты. Айтады ғой солдат. Дежурный по роте деген бар әскерде. Сол сияқты дежурный жасап жатырмыз. Оның сала, оның барлығы да әлеуметтік болғандықтан ол жеңіл емес. Бірақ қолдан келгенше жасап жатырмыз. Халық бағасын береді. Дұрыс айтасыз. Халыққа аса қажет салалар ғой енді. Жалпы отбасыңызға қаншалықты көңіл бөлесіз? Көпшілікке қызық деп ойлаймын. Өзіңіздің отбасыңыз жайлы қысқаша айтып өтсеңіз, қанша балаңыз бар? Ашыға демек қажет ма? Тұрғындарға қызық деп ойлаймын бұл сұрақ. Жарайды, енді отбасыға уақыт бөлемін деп айта алмаймын. Қазір мүлдем уақыт жоқ отбасыға уақыт бөлемін. Мен 4 балам бар, 3 ұлым бар, 1 қызым бар, 2 немерем бар. Үлкен ұлым 28-де, Әл-Фараби атындағы ұлттық университетті бітірді. Сосын Уэльста, Кардиф қаласында Кардифский университет бітті. Қазір IT маманы, сол салада жұмыс жасайды. Қызым студент, 2 ұлым бар, олар мектеп оқушылары. Барлығы да қазір жақсы, тұрғылықты мысалы. Ұлдарым бар деп айтып жатсыз. Сіздің жолыңызды қуып, алдағы уақытта мемлекетке қызмет етіп, мемлекеттік қызметші болғанын қалар ма едіңіз? Енді қайда қызмет қылса да еліне адал қызмет етіп, абыройлы болса екен деп ойлаймын. Біз енді осы мемлекеттік қызметте биыл 2020 жылы 28 жыл бар екен еңбек стажы. Мемлекеттік қызметте жүргеніңіз? Оның ішінде 20 жыл мемлекеттік қызметте. 28 жылдың 20 жылы мемлекеттік қызметте. Оның ішінде 2 жыл әскер бар, әскерден офицер болдым. Әскерде офицер болдым да, сол менің мінезімді негізі қалыптастырды. Кейде тік айтып тастаймын. Бетке айту. Бетке айтамын. Қаттырақ айтып жіберемін. Сол офицерлік өмір адамның өмірінде із қалдырады. Сондай жаңағы бар. Сол менің сол мемлекеттік қызметінде 20 жылдың ішінде 2 жыл офицерлік еңбек бар. Қазақстан әскері тәуелсіздік алған жылдары Ресейдің азаматтарының бәрі кетіп қалып, Қазақстан әскері тастап кетті. Солдат бар, офицер жоқ. Біздің сонда сарбаздарымыз жаңағы командирсіз қалды, командирсіз. Сол кезде біз осы Ақтаудан 28 жыл кеттік әскерге. Ақтаудан 28 жыл. Сол біреуі болып мен келдім, Қытайдың шекарада офицер болып істеп жатырмын. Бұл енді өмір бақи осы мемлекеттік қызметтегі жүрісімізге, қызметімізге де өзінің ізін қалдырды ғой. Әскери тәжірибенің жемісі дейсіз ғой. Әскери тәжірибе, өте үлкен тәжірибе. Енді бұған дейінгі жұмыста бүткіл республиканы араладым ғой. Республика әр облыстың өз менталитеті бар, несі бар деген соң. Адамға деген көзқарасы бар. Кейбір облыстарда бауырым деп, іші бауырына кіріп есеп тұрады. Сосын мемлекеттік қызметшілер келіп сөйлескен кезде де азаматтарға сөйтіп сөйлеп тұрады. Бізде ондай ерекшелік жоқ қой. Біз бар болса бар, жоқ болса жоқ дейміз онда. Шындығын айтамыз. Оның да жақсы жағы. Майдалап дейді ғой енді. Өтіп тұрмаймыз. Бірақ ең бастысы, не істесең де, қалай істесең де, халыққа қажетті дүние жасау керек. Біздің мемлекеттік қызметтің өзінің ұраны сол, біздің міндет халыққа қызмет деген. Таныбек Батыл, енді сұхбатымызды қорытындылай келе соңғы сауал өзіңізге. Қолыңызда бір сиқырлы таяқша болса, облысымызда, жалпы елімізде нені өзгертер едіңіз? Қай саладан бастар едіңіз? Мен білім саласынан бастаймын. Мен өзім білім саласын өстім, білім саласын өндім.
қазақтың ұлттық білім жүйесін құрмай Қазақстанда бәсекеге қабілетті, жан-жақты дамыған, ана тілін сүйетін, салт дәстүрін құрметтейтін ұлт болмайды, ұлт қалыптаспайды деген. Мен бұл жөнінде 2013 жылы Егемен Қазақстан газетіне мақала жаздым. Қазақтың ұлттық білім жүйесі бар. Мысалы, Германияда бар, немістің ұлттық жүйесі бар, ешкім ұқсамайды. Норвегияда бар, Малайзияда бар. Бізге де осы бағытта жұмыстанып, ұлттық жүйені құру керек. Егер менің қолымда сиқырлы таяқшасы болса, білім саласынан бастар едіңіз. білім саласынан бастар. Жақсы. Көп рахмет Қаныбек Бекболатұлы, осындай қиын кезеңде алтын уақытыңызды бөліп біздің жаңа жобамыздың алғашқы қонағы болғаныңызға көп рахмет айтамыз. Жұмысыңызға табыс тілейміз. Бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жақсылықта жолығайық. Назарлы тыңдармандарыңызға